Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы журналистика факультетінің бірінші курс студентімін. Ұлы ғалым, ағартушы Шоқан Уәлихановтың 190 жылдығына арналған бейнероликті назарларыңызға ұсынамын. Мен көшпелі елдің баласымын. Қаны жат, өзі қиқар. Елдің елдігі әділет пен адамгершілікте. Қазақтың бір туар перзенті. Бұл өмір мені талайға үйретті. Енді дос пен қасты жақсы білем. Сіздерге керегім жат тілдерді білетіндігім, өзгелер өлетін жерден аман келетіндігім болар. Осы біз Орта Азиядағы туралы не білеміз? Оның тегі қайдан? Ұлы ағартушы. Қандай ғұмыр кештім, не ойладым? Бар ма соны ұрпағым? Шоқан Уәлиханов. Ұлттық арнада. Шоқан Уәлиханов қазақтың ұлы ғалымы, ағартушысы әрі саяхатшысы. Ол қысқа ғұмырында халқымыздың тарихы мен мәдениетін зерттеп әлемге танытты. Шоқан еңбектері қазақ ғылымының алтын қазынасына айналды. Шоқан Уәлиханов ағартушы ғалым, ойшыл, этнограф, саяхатшы ғана емес, публицистика саласында да терең із қалдырған тұлға. Оның мақалалары, очерктері, ғылыми зерттеу еңбектері публицистикалық сипатқа ие. Әсіресе қоғамды ояту, ғылымды насихаттау, елдің болашағы үшін ағартушылық идеялар көтеру негізгі өзегі. Білім мен ғылымды халықтың өркениетке жету жолы деп түсіндіру, қазақтардағы шамандық қалдықтары, қазақтың халық поэзиясының түрлері туралы еңбектерінде халықтың ауыз әдебиеті мен мәдениетін зерттей отырып, оны өркениетпен байланыстырады. Ол ғылым арқылы халықтың тарихын танып, болашағын дұрыс бағыттау қажет екенін айту. Халықты ояту, надандықпен күресу. Шоқан Ресей мен Батыс Еуропа ғылыми үйреніп, қазақ қоғамын дамуға шақырдым. Қазақтың артта қалуын себебін білімнің жоқтығын мен ескі салтқа байланып қалудың деп білдім. Заман сыны әлеуметтік әділеттілік. Публицистикалық мақалаларда патша үкіметтің отаршылдық саясатын жасырмай сынады. Ел билеу жүйесіндегі әділетсіздікті, парақорлықты әшкереледі. Бұл ағартушылық ойдың әлеуметтік қыры. Демократиялық көзқарас, халық мүддесін қорғау, сот реформасы жазбаларында әділ заңның халық үшін қажет екенін айтады. Ол заң мен басқару жүйесінде әділет орнамай, халық дамымайтынын дәлелдеп жазды. Ол ең алдымен қазақ халқының артта қалу себептерін талдады. Шоқанның пікірінше, басты кедергі білімсіздік пен надандық. Ол қазақтың болашағы тек оқу білімде деп түсінді. Сондықтан да жастарды ғылымға, мәдениетке шақырды. Шығыс пен батыс мәдениеті тоғыстыру идеясына тоқталсақ, Шоқан қазақ қоғамы үшін бір жақты тек шығысқа немесе батысқа еліктеуді емес, екі өркениеттің озғы жақтарын игеру арқылы алға жылжуды ұсынды. Шоқан Уәлиханов публицистикасында ағартушылық идеялар мына бағытта айқын көрінеді. Ол ғылым мен білімді насихаттау, надандық пен әділетсіздікке қарсы үндеу, халық мүддесін қорғау, елді өркениетке бастайтын жолды көрсету. Ол қазақ публицистикасын жаңа сала келіп, ойды ғылыми дәлелмен, дерекпен қоғамға тікелей үндеумен жеткізеді.